Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін бізде ерекше күн. Күнделікті тұрмыста қолданатын сумен әртүрлі тәжірибелерді жасап көрсететін боламыз. Тәжірибемізді бастамас бұрын бізге қандай заттар керек екен? Мансұр атап өте қойшы. Жұмыртқа, сары, кесілген баклажка, тұз, сұйық сабын. Және су. Жарайсыңдар. Балалар, олай болатын болса, бірінші тәжірибемізді бастайық. Мансұрдың суына тұзды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мансұр, араластыра ғой. Жақсылап араластырамыз. Жарайсың. Енді жұмыртқаны саламыз. Минараның алдында таза су саламыз. Минара судың қай бөлігінде орналасты жұмыртқан? Астыңғы бөлігінде, ешқандай қоспа қосылған жоқ. Мансұр, жұмыртқан судың қай бөлігінде орналасты? Үстіңгі бөлігінде орналасты, Не себепті? Мен таза суға тұз қостым. Таза суға тұз қостық, Тұз қосқан кезде балалар судың қысымы жоғарылайды, Сол себепті жұмыртқаны жоғарғы бетіне көтеріп тұр. Келесі тәжірибемізді жасайық балалар. Түтікшеде шарды үрлеу арқылы суды ағызып көрейік. Кәнеке, шарды үрлейміз. Қатты үлкен көлемде емес, кішкене ғана үрлесеңдер болады. Мен сендерге көмектесіп жүрейін. Балалар, шарды үрлеу арқылы су ағам екен көрейік. Қыстай ғой, Мансұр, желін шығармаймыз. Жақсы. Ал, жібереміз. Су ағам екен, балалар? Шарды үрлесек, суымыз ағады екен, Жарайсыңдар. Балалар, біздің жасап жатқан тәжірибеміз ұнады ма? Жақсы. Балалар, олай болатын болса, үшінші тәжірибемізді жасайық. Балалар, су сабын арқылы көпіршіктерді шығарамыз. Көпіршік неден пайда болады екен? Суға су сабынды араластырса, көпіршік пайда болады екен. Қанеке, көрейікші жасап. Енді кесілген баклажканы араластырамыз бірінші. Араластырамыз. Енді үрлейміз, балалар. Көпіршіктер шығар екен көрейік. Үрлейміз. Көпіршіктер шығады екен, балалар, үрлесек. Жақсы, балалар, жарайсыңдар. Менімен бірге тәжірибе алаңында тәжірибе көрсеткендеріңе көп рахмет. Сау болыңдар.